Ассалаумағалейкум. Қалдарыңыз қалай, қадірменділер? Ертең таңмен талас ақштың Лас-Вегас қаласында UFC Fight Nights 216 турнир өтеді. Осы кеш аясында біз 3 бірдей жауынгерлерге жанкүйерлік танытамыз. Қазақстандық файтерлер Дамир Исмагулов пен Сергей Морозовтан бөлек қытайлық қандасымыз Мақсат Қайсар да октагонда бақ сынайды. Кеше спортшылар салмақ өлшеу рәсімін өткізді. Сергей мен Дамирде бұл ретте айтарлықтай мәселе туындаған жоқ. Ал Мақсат өкінішке орай өз лимитіне сай келмеді. Ол межелі салмақтан 1 келі 300 граммға асып кеткен. Дегенмен бұл титулдық жекпе-жек болмағандықтан бәсеке орын алатын болып шешілді. Тек Мақсат сияқысының 20%-ын қарсыласына береді. Ал біз тағатсыздана күтіп отырғансын әрине Дамир Исмагулов пен Арман Сарукян жекпе-жегі. Осында кім ұтып алады деген сұрақ қазір көпшілікті мазалауда. Классикалық жауынгер Исмагулов па әлде базасы күрес Сарукян ба? Бәсеке негізінен аяқта тұрып төбелесте өтетін болу керек. Бұл ретте Дамирде мүмкіндік мол. Ол қоян қолтық ұрысты мықты меңгерген. Боксы да тамаша. Көбіне джеб соққыларын өте жақсы пайдалана алады. Сарукянды аяқта нашар дей алмаймыз. Бұл жігіт соңғы кездері осы аспектілері көп қосты. Мүмкін Исмагуловтың таймингі мен қолдан жасаған соққылары нақты шығар. Бірақ Сарукянның киктері өте қауіпті. Ол түрлі қабаттарда тебе алатындығының арқасында өте нәтижелі шабуылдар ұйымдастырады. Дегенмен Арман өте мықты палуан. Грэпплингі де тамаша. Тура осы аспектіде енді армян жігітінің сөзсіз басымдығын байқаймыз. Енді Арман осы мықты тұсын пайдаланып кездесуді ұтып ала алады ма? Жоқ, өйткені Дамир бұған дейін де талай күрес шеберлерімен шыққан. Оның тейкдауннан қорғануы жоғары деңгейде. Сарукян бәрібір аяққа өтуге тырысатындығы анық. Алайда бұл әдісі өтпей жатса, қос спортшы тік тұрып ұрысты аяқтайды. Жекпе-жекті мезгілінен бұрын тұтатын тараптарда көріп тұрған жоқпын. Екеуі де соққыларға жақсы шыдайды, бірақ өздерінде нокаутқа бағытталған жойқын күш жоқ. Бұл ретте шыдамдылық бірінші рөлге шығады. Ал мұнда да қос файтерде әлсіздік көріп тұрған жоқпын. Сарукян өте белсенді жұмыс жасайды, ал Дамир өз күшін 3 раундқа өте жақсы бөле алады. Демек аталмыш жекпе-жек төрешілер шешіммен аяқталады. Мұнда Дамир ұпай санымен ұтып алады деп отырмын. Американдық Джорни Ньюсоммен шығатын Сергейдің жекпе-жегіне де болжам жасау өте қиын. Өйткені қарсыласты қатты танымаймыз. Бір анық оның тәжірибесі сәл төмендеу. 13 кездесу өткізіпті. Ал Сергейде 23 жекпе-жек бар. Екеуі түйдей жаста, 33-те. Бойлар жағынан Морозов сәл биік. Fight Matrix'тегі рейтингіне келер болсақ, Ньюсон 242 орында. Ал Сергей 59 сатыны иемденіп тұр. Басқа алып қосар мұнда еш нәрсе көріп тұрған жоқпыз. Тек сәттілік. Мақсат Қайсар кездесуіне қатысты да көп нәрсе анық емес. Бұл қытайлық қазақтың UFC-дегі екінші кездесуі. Біріншісін ол жарқын жеңіп алған. Бұл жолы да ол қазақтарды жерге қаратпайды деген үміт басым. Бейне материал ұнады ма? Онда лайк басыңыз, пікір қалдырыңыз. Бұл біз үшін маңызды. Арнаға жазылып, қоңыраушаны басып қойсаңыздар, соңғы жаңалықтарда бірден біліп отырасыздар. Уақыт тауып тамашалағандарыңыз үшін рахмет. Қазақ батырларының жеңіс жорықтары молынан болсын.